Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Толқынай. Бүгін сіздерге өте оңай қарапайым көкөністерден жасалатын 5 минутка салатының рецебімен бөліскім келеді. Өте оңай жасалады, дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Қажетті заттардың барлығын әдеттегідей описанияда қалдыратын боламын. Бұл салаттың ерекшелігі аты айтып тұрғандай 5 минутка деп 5 минутта дайын болады. Тек уақытыңыз жууға, турауға кішкене уақытыңыз кететін болады. Содан кейін 5 минутта пісіп болады. Мен уақытты алмау үшін барлығын кесіп, турап, сырттарын ашып, дайындап алдым. Алдымен помидорымызды осылай ірілетіп турап алып, оған пиязды, морковьті теркіден өткізіп салдым, және де сладкий перецті қосатын боламын. Менің қазаным тарлау болып қалып, екіге бөліп салдым. Сол үшін сіздермен қателігімді қайталамас үшін үлкендеу, шұңғылдау қазан алыңыздар. Барлығын осылай саламыз. Содан кейін қажетті мөлшердегі қант, тұзды және сұйық майды құйып, араластырып, оттың астын ашып, араластырып отырып, қайнағанша дейін күтетін боламыз. Осылай қайнағаннан кейін суы бөліне бастайды. Содан кейін лавровый лист пен горошек бұрышымызды салып, тағы да араластырып, астын кішкене орташа отқа басып қоятын боламыз. Және 5 минут күтеміз. Піскенінше 5 минут күтетін боламыз. Салатымыз піскенше дейін банкілерімізді, крышкаларымызды стерилизовать етіп, дайындап қоямыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай салатымыз пісті, суы бөлініп, овощтары жұмсарып, барлығы пісті. Үстіне укроп салдым, содан кейін уксус құйып, 1-2 минутқа тағы да кішкене күте тұрамыз. Бұл салатты мен бірінші рет жасап тұрмын. Үйдегілерге де, өзіме де дәмі өте қатты ұнап қалды. Ендігі жылдары салаттарымның қатарына қосылатын болады. Осымен бізде дайын болды. Стерилизовать етілген банкаларға салып, крышкасын жауып, жылы жерге бетін жауып алып қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, кеңес беремін, өкінбейтіндеріңізге гарантия беремін. Жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Ас болсын. Және де достар, видеоның соңына комментарийге тағы да қандай рецепттер күтетіндеріңізді жаза кетіңіздер. Ол мен үшін маңызды. Сіздердің қалдырған әрбір реакцияларыңыз мені әрі қарай ізденуіме шабыт беретін болады. Қанекей, сіздер де осы видеоны көріп болғаннан кейін тез-тез осы салатты жасап, комментарийда кейін отзывтармен бөлісетін болайық. Қош сау болыңыздар.